Өзбек ағайындар имамдарына әлеуметтік желіде уағыз таратуға тыйым салыпты. Бізде қашан мұндай ереже болады? Сол арқылы теріс ағымды тоқтатуға бола ма? Ертең қасиетті құрбан айт. Айт мерекесінде халық қанша күн демалады? Құрбандық шалу үшін қанша қаражатың болу керек? Халықтың қалтасы көтере ме? Петиция тәртібі өзгеруі мүмкін. Ақпарат министрлігі енді 50 мың қол емес, одан да көп қол жинауды ұсынып отыр ма? Мұның өтел алыммен қандай байланысы бар? Ақпардың апталық эфирін бастаймыз. Ассалаумағалейкум. Алдымен арнамызға жазылып, лайк баса кетіңіздер. Өзбекстанда имамдарға әлеуметтік желіге шығуға тыйым салыныпты. Мұның алдында кейбір имам желідегі сөз үшін дауға қалған еді. Содан кейін ендігәрі әлеуметтік желілерге кірмеу және ондағы жазбаларға лайкта баспау туралы мамырдың 27-сінде ескерту алады. Ташкент қаласы бас имамының көмекшісі Ергаш Рустамовтың телеграмдағы аудандардың бас имамдарына жіберген аудиосы тарап кетті. Онда Рустамов имамдардың желідегі сөздері қатаң бақылауда екендігін айтқан. Құрметті аудан бас имамдары, біздің келесі тапсырмамыз әлеуметтік желілерге кірмеу. Мұны қатаң түрде бақылаймыз. Қажыға баратындарға да мұның қатысы бар. Әлеуметтік желіде кез келген тақырыпқа лайк қоюға болмайды. Өз кезегінде өзбек имамдары діни басқарма шешімін олардың қызметіне мемлекеттік бақылауды күшейту деп санайды. Яғни, қол-аяғымызды байлап жатыр деп баға берген аты жөнін жариялаудан бас тартқан ташкенттік имам осылай деді. Іле-шала біздің елдің журналистері орайым тауып, мәдениет вице-министріне мұның салқыны көрші елдегі бізге де тиеме деп сұрақ қойды. Қанат Ысқақов былай деп жауап беріпті. Социальные сети — это тоже инструмент общения со своим умрой, со своими гражданами. Поэтому мы пока рассматриваем иные варианты, но что касается запрета вести социальные сети, такой вопрос не стоит. Ал енді әлеуметтік парақшасында белгілі кәсіпкер, кітап авторы Ахметбек Нұрсила Өзбекстандағыдай бүкіл уағызшы имам молдаларды ауыздықтау керек деп жазба қалдырыпты. Караван басылымының жазуынша Ахметбек Нұрсила парламент депутаттарын ұлттық қауіпсіздік комитеті президентті белгілеп тұрып барынша бөлісіңіздер деп жазған. Шара қолданбасақ кеш қаламыз деп жазыпты. Оның пайымдауынша ертең сенің әкеңді өзіңді осылай итше тепкілеп өлтірмесіне кім кепіл? Бұл бірінші жағдай емес қой. Халық болып қорғанбасақ күніміз мүшкіл болады деп жазыпты. Ағамыздың жазғанда да тіліп айтыпты дедік. Шынымен де қазір әлеуметтік желіде түрлі уағызшылар көбейді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінде осыған дейін TikTok желісінде теріс ағымды насихаттаған бірнеше адамды ұстадық деп мәлімдеме жасаған. Тіпті дін терісін жамылып, орамал тағып, сақал өсіріп желілерде ойына келгенін айтып жүргендер бар. Дін тақырыбы өте ауыр тақырып, сондықтан да осы мәселеге келгенде бірдеңе деп кесіп айтуға болмайды. Осыған байланысты рухани білімді реттейтін елдегі имамдардың әр айтқан сөздерін бақылайтын бізде басқарма бар. Біз соған бағынамыз, ғалымдардың айтқан үкімдеріне мойынсынамыз. Ертең күллі мұсылмандар үшін ұлық күн құрбан айт мейрамы. Жаратқанға жалынған пенделер осы күні байы бар, жарлысы бар жанының садағасы деп құрбандық малын союға ниет етеді. Жағдайы жеткен әрі қарадан орташа жағдайлар күйлісін құрбандыққа шалғысақ келеді. Дегенмен қазіргі кезеңде елде құрбан шалатындардың қатары сиреген сияқты. Өйткені халықтың әлеуметтік жағдайы күннен күнге нашарлап келеді. Құрбандыққа мал шалу былай тұрсын, ай сайынғы азық түлікке тапқанымызды жеткізе алмай жүргеніміз ащы болса да шындық. Дегенмен сенімге берік мұсылмандар құрбан шалып, тілегін тілеп, басының амандығы үшін деп құрбан шалғысы келеді. Осы орайда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы азаматтарымызға құрбан малын бірігіп шалуға немесе қарызға, яғни біз үйреніп қалған несиеге алып союға бола ма деген сұрағына жауап беріпті. Туған туысқандарыңыздан, бауырларыңыздан, достарыңыздан бір осында ақшам жетпей тұр, айлыққа дейін 5-6 күн бар, бірақ мен құрбан шалуым келіп келеді, мен осы құрбанды шала сайын, сосын ақшаны қайтарып беремін. Ондай қарыз болса болады. Ал егер мүмкіншілік жоқ, сен банктен оның қарыз алып, содан кейін құрбан шалуға болмайды. Неге? Өйткені ол өсімқорлық пайыз,
жалпы біздің шариғатымыз бойынша дұрыс емес нәрсе. Жалпы құрбан мал сою үшін адамның әл ауқаты болу керек. Яғни Алла тағала кез келген адамға жағдайы жоқ немесе жағдайы орташа, мысалы тек қана бір күндік тамағы бар, тапқан айлығы тек қана тамағынан ауыспайтын, жарлы кедей болмаса да, бірақ жағдайы жоқ адам, бір өзінің бюджетінен шыға алмайтын адам үшін құрбан сойды парыз қылмаған. Сондықтан құрбанды кім шалады? Құрбанды шалатын адам жағдайы болу. Ол жағдайы болғандықтан ол бір ұсақ малды қой немесе ешкі 4 түліктің ішінде, немесе 7 адам бірігіп, жетеуінің де ниеті құрбан шалу, жағдайы бар адамдар бірігіп бір түйені немесе бір ірі қара малды, сиырды соя алады. Құрбан малы жыл сайын бағасы аспандап барады. Осындайда мал базарындағы саудагерлердің қалтасы қалыңдайтыны түсінікті. Былтыр ғана арық қойлардың бағасы 50 мың теңгеден басталса, биыл да аталған 4 түліктің бағасы арзандамаған. Астана қаласында құрбан малының орташа бағасы 70-80 мың теңге шамасында. Биылғы құрбан айт малының бағасы қойға болса 50 мың 120 мың теңге арасы. Сиырды 180-300 мың теңге арасында сатып аласыз. Ешкі болса 40 мың теңгеден басталады. Осы кезеңде әсіресе Астана, Алматы, Шымкент қалаларында сауда қыза бастайды. Мал базарында адамдар қаптап, тіпті қасапшыларға дейін сұраныстағы мамандыққа айналатыны тағы бар. Қазір елде бір малды бауыздап сойып беру 5 мыңнан басталып 30 мыңға дейін барады. Осы қызмет мал бағасын есептеймін деп, құрбан шалам деп шығынға батуыңыз әбден мүмкін. Құран аятында құрбандыққа 4 мал түрін шалынатыны жазылған. Олар түйе, сиыр және қой, ешкі. Биыл құрбан айт мерекесі 16 маусымда басталады. Ал Арапа күні 16 маусымға сәйкес келіп тұр. Құрбандық шариғатта Құдайдың разылығы үшін берілетін садақа діни амал болып табылады. Ханафи мазхабында құрбан айт намазынан кейін 3 күн ішінде жағдайы келген мұсылманға құрбан шалу міндет деп жазылған. Дегенмен, дінді берік ұстанған азаматтар үшін осындай мейрамда үстеме баға қосуда ұятыс болатын сияқты. Айтпақшы, құрбан айт мейрамында азаматтарымыз 3 күн демаламыз деп қуанып жүрген еді. Алайда бас мүфтият биылғы мейрам сенбі-жексенбіге келіп тұр. Сондықтан да қазақстандықтар артық күн демалмайды деп мәлімдеме жасапты. Петицияға қол жинау межесі 50 мыңнан аса ма? Мысалы, таяуда утиль алымына қарсы петиция 50 мың қол жинағанын білесіздер. Енді оны үкіметтің қарауы керек. Сол сияқты сағаттың тілін қайта ауыстыруға қатысты петицияда тез арада 50 мың дауыс жинап үлгерген еді. Жалпы халықтың таңдау еркі мен азаматтық белсенді позициясын көрсету мақсатында петицияға арналған сайт іске қосылған еді. Онда түрлі түйткілді мәселелерге қатысты қол жинау үшін петициялар бар. 50 мың адам қолдаған идея ереже тәртіп бойынша жоғарғы билік өкілдерінің қарауына жіберілуі тиіс. Дегенмен осы арада ереже біздің өзгерткіш елде тағы да өзгеруі мүмкін. Осыған орай Сенат отырысынан кейін бұл сұраққа Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева жауап беріпті. Министр кейінгі апталарда петицияны қарау үшін дауыс жинау шегін ұлғайту мәселесі көтеріліп жатқанын айтты. Сонымен, үкімет қарау үшін петицияда 50 мың қол жинау шегі көтеріле ме? Бір-бірімен келіспейтін партиялар қазірдің өзінде дауыс беру шегін және өтініштерді қарайтын мемлекеттік органдардың санын арттыру қажеттігі туралы сұрақтар қойып жатыр. Біз әрине бұл ұсыныстарды қарауға мәжбүр боламыз. Біз кез келген мәселенің қоғамда алауыздық тудыруына жол бермеуіміз керек. Сондықтан тұрғындардың пікірін тыңдау маңызды. Соңғы апталарда өтініштерді қараған кезде шекті ұлғайту керек деген сұрақ туындады. Сондай-ақ министрден студенттер мен мемлекеттік қызметкерлердің талап етілетін петицияларға қол қоюға мәжбүрлеп жатқан туралы ақпаратқа түсініктеме беруін сұрады. Мен мұнымен келіспеймін. Өйткені әрбір мемлекеттік органның өзінің ресми өкілеттіктері, мақсаттары мен міндеттері бар. Және олардың шеңберінде олар ештеңені жасанды түрде насихаттаудың қажеті жоқ деп санайды. Өтініштерде көтерілетін мәселелердің көбі қоғамымызға қатысты. Әрине біреуді экономикалық, енді біреуді әлеуметтік, тағы біреуін рухани-мәдени мәселелер қызықтырады.
Құдайға шүкір, ашық қоғам қалыптастырдық. Бұл президенттің жүргізіп жатқан реформалары нәтиже беріп, қоғам өзгеріп жатқанының нәтижесі деп білемін. Айтпақшы, халықтың ойы енді естілді ме дегенде петицияға 50 000 қол аз деп отыр. Бұл бастама өтел алым мәселесімен байланысты ма деп аласың кейде. Өйткені елде осы тақырып көтеріле беріп еді, түрлі қауесеттер де тарады. Тіпті кей өндіріс орындары жұмысшыларына өтел алымды қалдыру туралы қарсы қол жинап жатыр деген сыбыс та шықты. Не дегенмен әр пікірдің екі жағы болуы тиіс деп ойлаймыз. Халықтың үніне құлақ асатын мемлекет боламыз десек, дауыс беру тәртібі бір жүйеге түсуі тиіс. Ақпардың апталық шығарылымында айтарымыз осы болды. Ел іші аман болсын. Сіздермен болған Уатхан Біләл.